Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті жамағат, келесі мына бір хадистерге көңіл бөлетін болсақ, мынау дәрет алудың шарапаты, дәрет алудың артықшылығы туралы кеңірек білетін боламыз. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман тавадда'a ва ахсанал уду'a харajat хатаяху мин жасадихи хатта тахруджа мин тахти азфарихи." Бұл хадистің мағынасында ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді: кімде-кім дәрет алатын болса, және ол дәретін жақсылап тұрып алатын болса, яғни жететін жеріне жеткізіп тұрып дәретін алатын болса, яғни әр дәреттің рүкіндерін өзінің толықтай хақысын беріп, ниетін жасап, толықтай дәретін алатын болсақ, харajat хатаяху мин жасадихи, оның жасап қойған қателіктері, кемшіліктері, күнәлары оның денесінен ағады екен, кетеді екен. Хатта тахруджа мин тахти азфарихи, тіпті оның тырнақтың астынан да оның қателіктері, күнәлары сумен шайылып ағып кетеді деп келтіріледі. Бұл хадис, құрметті жамағат, Сахих Муслимде келтірілген. Енді келесі дәрет алуға қатысты мына бір хадиске көңіл бөлетін болсақ, ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама: "Иза тавадда'a ал-абду al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bi'aynihi ma'a al-ma'i aw ma'a akhir al-qatr al-ma'. Fa idha ghasala yadayhi خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." Яғни бұл хадистің мағынасына үңілсек, бұл жерде Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, жеткен сахих хадисте ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді: егерде момын, қандай да бір момын мұсылман немесе мумин дәрет алатын болса, және де дәрет алған кезінде ол бетін жуған сәтте, оның бетінен көзімен көрген әрбір күнә қателіктері бетімен жуған суының ақырғы тамшысына дейін, ақырғы тамшысымен бірге оның күнәсі жуылып шайылады дейді. Және де кімде-кім екі қолын дәрет алған кезінде жақсылап жуатын болса, оның екі қолынан сол қолымен ұстаған қате, кемшіліктері, күнәлары сол жуған дәретімен немесе ақырғы тамшысымен бірге жуылып шайылып кетіріледі дейіледі. Және де кім өзінің дәретіндегі екі аяғын жақсылап жуатын болса, тобықтарымен бірге, онда оның әрбір қателіктері, аяқпен басқан, қадам етіп барған күнә, қателік, кемшіліктері жуылып шайылады, тіпті соңғы ақырғы тамшысынан бірге сумен оның күнәсі кешіріледі делінеді. Сөйтіп бұл жерде жалғасында хатта яхруджа нақиян миназ-зунуби, ол сол дәретін алған сәтте, ол дәреті біткеннен кейін сол күнәларынан пәк күйінде, таза күйінде шығады дейді дәреттен кейін. Міне бұл хадис, сахих хадис, дәрет алудың артықшылығы, дәрет алудың маңыздылығын бізге нұсқайды, көрсетеді. Яғни момын мұсылман жақсылап дәрет алса, ол дәрет біткеннен соң күнәсіз пәк күйінде жаңағы тазалып шығады екен осы дәрет арқылы. Және құрметті жамағат, келесі үшінші маңызды хадиске көңіл аударсақ, ол жерде бізге өте үлкен бір мотивация беретін бір мағыналы сөздер келтірілген. Ол жерде ардақты пайғамбарымыз былай дейді: Ан Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху қал: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама: "Ман тавадда'a фа ахсана уду'аху thumma қала: Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء." Яғни, құрметті бауырлар,
Омар ибн Хаттаб, Алла одан разы болсын, жеткізген, риуаят еткен мына бір хадисте ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқан екен: кімде-кім дәрет алатын болса және өзін дәретін жақсылап жететін жетіне жеткізіп тұрып толық алатын болса, одан кейін барып мына бір сөздерді айтса: мен куәлік етемін Алладан басқа тәңір жоқ екеніне, және ол жалғыз, оның серігі жоқ екеніне, және мен куәлік етемін пайғамбар Мұхаммад оның елшісі әрі құлы екеніне куәлік етемін деп сөздерді айтатын болса, одан кейін барып мына бір дұғаны жасайтын болса: ей Аллахым, мені тәубе етушілерден және тазаланушылардан, таза болушылардан ете көр деп дұға ететін болса, оған жаннат есіктерінің 8-і айқара ашылынып, және ол сол 8 есіктің қайсы бірінен қалағанынша сол жаннатқа кіре алады деп пайғамбарымыз осы хадисте нұсқап айтқан екен бізге. Ал енді бұл хадис болса, құрметті бауырлар, бұл да Сахих Муслимде және Тирмизиде риуаят етілген бізге жеткен хадистер екен. Міне, қадірлі жамағат, құрметті бауырлар, біз Аллаға шүкір намаз уақытында намазға дейін дәрет алып жатамыз. Намаздан тыс уақытта да қосымша өзіміздің тазалықты ұстап дәрет алып жүреміз. Егер біз осы дәретімізге қаншалықты намазымызға мән бергендей сияқты дәретке де қатты мән беретін болсақ, бұл біздің күнәміздің жуылып шайылуына, кешірілуіне, тіпті керек болса жаннаттың 8 есігінің біріне, айқара ашылған есіктердің біріне қалағанымызша кіруімізге себеп болатын тікелей амалдардың бірі екен. Сондықтан, құрметті бауырлар, осы мүмкіншілікке бекем болайық, мән берейік және дәретіміз толық мәнді болғай. Алла тағала баршамыздың дұға тілек ниеттерімізді, жақсаған құлшылық ғибадатымызды, алған дәреттерімізді қабыл алсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.